Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі тақырып бес дұшпанның бірі мақтан жайлы болмақ. Осы орайда шәкәрім бабамыздың анық қара жан өзің дене киім, мақтан бояу денеге берген сыйың. Жанға ол алдауың азық емес, оған пайда не қылдың жалғыз дейін. Бұл жерде анық қара жан өзің, нағыз менің сенің жаның деп. Жаның деп тұр. Жаның деп тұр. Дене киім дейді. Дене киім, яғни тән біздің киіміміз, жанға берген киім. Мақтан бояу денеге берген сыйың. Мына сыртқы боянуың, сылануың, сыртқы сымбатың, сұлулығың, тәннің жаңағыдай көркемдігі, сымбаттылығы, бұның барлығы денеге берген сыйың. Біздің денемізге берген сыйымыз деп. Сыйымыз біздің. Ол алдауың жанға азық емес, оған пайда не қылдың жалғыз дейін деп, жаныңның азығын бермей, біліммен рухтандырмай, сусындандырмай, оған жаңағыдай өзінің ақысын бермей, жанның тамағын бермей, былайша айтқанда, құр тәнмен ғана, сыртқы сымбатпен ғана өмір сүру, осы жайлы бізге бабамыз сұрақ берді. Сұрақ қойды. Оған пайда не қылдың жалғыз тиын деп, сен бір тиын болса, сен жаның үшін не істедің деп тұр да? Иә. Мақтан бояу оның бәрі біздің тәнімізге берген сыйымыз. Жан үшін не істедің деп сұрап тұр. Әрине ол енді адамның сырт келбеті көрікті болған жақсы ғой. Иә, жақсы. Бірақ енді адам тек тәннен ғана тұрмайды ғой. Оның жаны бар. Көпшілік соны ұмытып, қазір қоғамда тән өзін тәнге болып тәндік деңгейге түсіп кетеді. Түсіп кеткен. Жанды ойламайды. Енді осы орайда Абайдың мақтаншақтар туралы айтқан, бірі үлкендік мақтан, екіншісі мақтаншақтық деген. Үлкендік мақтан деген бұл арлардың, артықтылықтардың, ақылдылардың мінез деген. Бұл жаңағыдай өзін мен надан дегізбейін, жаңағы мақтаншақ, жаман дегізбейін, білімсіз дегізбейін деп азаптанып, ол нәрселерден жаманшылықтарды қор санап, одан өзі зор есептемек дейді. Оны ол нәрселерді төмен санап, өзін одан жоғары тұрған деп. Мысалға, қонақта отырып бір 10 шақты адам қонаққа келді мысал үшін. Бір отырыс мысал үшін. Ол жерде әртүрлі әңгімелер айтылып жатады. Біреуді мақтап жатады, біреуді жамандайды, біреуді өсектейді, біреуді ғайбаттайды. Біреуге жала жабады. Жала жабып, өтірік әңгіме айтып жатуы мүмкін. Ол жерде бүкіл барлығы айтып жатуы мүмкін. Ал соның бәрін, жаңағы әңгімелердің барлығын төмен деңгейдегі әңгіме екенін ішінде бір адам біліп отырады. Бір адам біліп отырады да, ол өзінің деңгейін аналардың деңгейіне түсірмей ұстап отырады, өзінің бойын ұстап отырады. Зор есептеп. Сол төмен деңгейге түспеген зор санайды. Ол сонда артықтар, арлылар деп тұр. Ондай адамдарды ақылдылар ғана солай өзінің бойын ұстай алады. Ал егер жаңағы адам ана өсекке еріп, немесе біреудің мақтанына еріп, соған қосылып әңгімелесіп кетсе, онда ол жаңағы үлкендік мақтаннан төмен деңгейге, мақтаншақтық деңгейге түсіп кетеді. Енді екіншісі мақтаншақтық деді ғой. Иә. Ол мақтаншақтар дейді. Олар жаңағы үлкендік сияқты емес. Ол мені бай десін, пысық десін, қу десін, батыр десін, жаңағыдай десін деп қана жүріп, демесінді ұмыт кетеді дейді. Олар демесінді ұмыт кетеді дейді. Олардың ойына тек қана десін. Не істесе де ойбай мынау пысық десін. Ойбай мынау батыр десін деп бірденке батырлық жасау. Қазір енді лайк бассын дейді ғой. Иә, лайк бассын, комментарий көп жазсын. Комментарий көп жазсын. Ол демесінді ұмыт кетеді дейді. Бұл мақтаншақтық дейді. Енді бұндай мақтаншақтардың өзін үшке бөлген. Біріншісі жатқа мақтанарлық мақтанды дейді. Бұл надан да болса адам дейді. Енді бұл жатқа мақтану туралы мысал ретінде бұл мысалға қазақтың тойын алайық мысал үшін. Үйлену тойын алсақ, ана қыз жақтың адамдар шығады да өзінің қызын мақтайды. Менің қызым текті жердің қызы, текті әулет, оқыған, тоқыған, біздің ата-бабаларымыз сұмдық би болған, хан болған дейді. Содан кейін мына жақтан жігіттің туысқандар шығады да, олар да бізде осал емеспіз, бізде текті жердің адамдарымыз, біздің де ата-бабаларымыз батыр болған деп, олар да мақтанады, екі жақ мақтанады бір-біріне. Бұл енді мақтандық, бұл надандық. Бұл мақтан надандыққа жатады. Бірақ ол надан да болса адам деп тұр. Адам да болса бұл адам. Адам деп тұр. Бірақ надандық. Надан деп тұр. Енді бұдан да төмен бар дейді. Бұл өз еліне келіп жаңағыдай
мақтан іздейді, елім мақтаса екен мақтан іздейді. Бұның надандығы толық деген, адамдығы толық емес деген. Өз еліне келіп мақтанғандар бұлардың надандығы толық, адамдығы толық емес. Толық емес дейді. Өз еліне. Енді үшінші мақтан, бұл жаңағы ешкім қостамайтын мақтан іздейді. Ешкім қостамайтын мақтан іздейді. Бұл енді сонда бұл мақтандардың ең төменгісі ғой, жаңа жатқа мақталсам деген адам ол елім мақтаса екен. Елім мақтаса екен деген ағайын мақтаса екен. Ал ағайынның ішіндегі мақтанды іздейтін деген өзімді өзім жаңағыдай өз-өзін мақтайтын адам. Өз-өзін мақтап жетсем дейді. Бұл енді төмен деңгей. Сонда бізде енді Абай атамыз айтып тұр, үлкендік мақтан бар, және мақтаншақтық бар дейді. Сенде үлкендік мақтанға талпыныңдар дейді. Ана мақтаншақтық деңгейіне түсіп кетпеңдер, қор болып ертең. Бізде қазақта өзі сол қазір мақтаншақтықпен жүр ғой, үлкен мақтан өте аз. Біз Абай бір сөзінде айтады ғой, адам баласы бір түрлі мақтаннан аман болмағы қиын дейді. Яғни үлкен мақтан ол қиын. Ол жаңағыдай сен айтқан сияқты қандай? Арылардың, артықтардың мінезінен ғана шығады ғой. Енді сол жолға қолдан келгенше тырысу керек. Әйтпесе бізде қазір қоғамда қарасаң, көп адамдар әлеуметтік желілерге кіріп қарасаң, мақтан үшін, тек мақтан үшін өзінің алған көлігін, телефонын, соңғы үлгідегі, немесе киімін, үйін болсын, тек мақтан үшін ғана салады. Көріңдер, мен осындай телефон алып жатырмын, осындай, менде осындай жақсы нәрсе бар, дүние бар деген сияқты. Бұл сонда жаңа мақтаншақтар үш түрлі, соның ішіне кіріп тұр ғой. Сол мақтаншақтық бұның бәрі. Надандық деп тұр ғой. Надандық бұның бәрі, надандықтан шығып тұр. Енді бұл жерде мақтану деген жалпы, мақтан деген адам табиғатында бар нәрсе ғой. Бар қасиет. Абай айтады, бәрекелдіні жаңағыдай адам керек қылып тұрады дейді, бір қолдауды, әсіресе бір салада жүрген, бір жаңағыдай сферада жүрген адамдар мақтаса екен деп тұрады дейді сол нәрсені. Өйткені олар оны түсінеді осы. Түсініп тұр ғой оны, жақсы түсініп тұр. Мысалы, мұғалімдік салада жүрген, кәсіпкерлер, кәсіпкерлік, ақындар, мақтан деген адамда бар жалпы, бірақ біз мақтаншақ болып кетпеуіміз керек. Мақтаншаққа салынып кетпеу керек бізде. Өйткені бұның түбі жаңағыдай өзің айтпақшы осы алған нәрселерін көрсетіп, осы біреуден ассам екен, біреуден оссам екен, күндестігін қоздырсам екен, күндестік қозып, бұл жауласуға, кекшілдікке, түбі қасіретке апаратын нәрсе. Бұл өте бір қиын нәрсе бұл. Бұл жаңағы бет жағы құр мақтану, онда тұрған ештеңе жоқ деген сияқты айтып жатады ғой. Бірақ бұл бара-бара жаңағыдай бірінен бірі туады дейді ғой, бірінен бірі туып, адам соңында адамшылығын жоғалтады. Жалпы мақтаншақтық деген қайдан шығады? Мақтаншақтық әрбір адамда бар. Мақтаншақтық өзіне өзгешелік сыйлаймын демектіктің түбі мақтан дейді. Бұл жерде енді мысалға қымбат телефонды сенің қаражатың жетпесе де сатып алдың сен. Сен жалақың ол телефонға жетпейді мысалы. Соңғы iPhone өте қымбат тұрса, сенің айлығың оған жетпесе де сен қарызға, кредитке сол телефонды аласың. Не үшін алдың? Сен өзіңе бір өзгешелік сыйлағың келді. Өзгешелік сыйлау, оның түбі мақтан. Мысалы, көлік алдың, 3 нөмірі бірдей нөмір алдың. Ол да мақтан. Ол да сен өзіңе өзгешелік сыйламақтық үшін жасап жатсың. Оның да түбі мақтан. Бұл надандық. Бұл надандық, бұның бәрі мақтан, надандықтан шығып тұр. Ал енді жаңағыдай өзіңнің дәулетіңнен артық киіну, Абай айтады, ол кербездің ісі дейді. Кербез, ондай кербездерден безіндер дейді, кердің немеден безіндер дейді. Сондықтан әрбір адам жаңағыдай, мысал үшін қазақтың тойын алатын болсақ та, бір күндік мақтан үшін қарызға, кредитке ақша алып, ұят болады деп, елден қалмайық деген сөздермен қалған 10 шақты жылын сол қарызын жабумен өткізеді мысал үшін. Бұның бәрі мақтаншақтық. Түбі мақтан, бір күндік мақтан бәрі. Сол үшін ақшасын шашылып, біз тойға ананы шақырдық, мынаны шақырдық деп қаншама эстрада жұлдыздарына қаншама ақшаға шашылып жатады. Оның бәрі, егер сен оған өзің дүниең, мал мүлкің жетіп тұрса, шақыруға болады. Бірақ егер сен дәулетің жетпесе, ол кербезденудің қажеті жоқ. Көрпеге қарай көсілу керек қой адам. Кербезденудің қажеті жоқ. Өзіңде өз дәулетінен асыра сілтеудің. Оның бәрі мақтаншақтық болып кетеді. Осы жерде Абайдың ақылсыз өзін мақтап былжырайды. Ойыңа өлшеп сөйлесең нең құрайды. Жақсы болсаң
жарықты кім көрмейді, өз бағаңды өзіңнен кім сұрайды дейді. Иә. Ақылсыздар, надандар Өзін мақтап бұлжырайды дейді. Бұлжырайды дейді. Тіпті өзін мақтаған кезде өтірік қосып жіберуі мүмкін. Ойыңа өлшеп сөйлесең не құрайды деп тұр. Егер сен жақсы болсаң, жарықты, егер күн болсаң, күнді бәрі көреді ғой. Бәрі көреді, жарық қой. Сені кім көрмейді дейді. Иә. Өз бағаңды өзіңнен кім сұрайды дейді. Енді бұл үлкендік мақтан ғой. Иә. Сондықтан егер адам шынымен ақ мықты болса, айналасына жылуын, нұрын шашатын болса, оны бәрі көреді ғой. Көреді. Оны бір жерге салып, жариялап, болмаса жаңағыдай келіп жаңағыдай айтудың ешқандай қажеті жоқ. Иә. Бірақ бұл енді бұл нәрсе деген жоғары жаңағы арлардың, артықтардың мақтаны бұл енді. Бұл шәкәрім, мақтан үшін мал жима, жан үшін жи дейді. Иә. Яғни сен жиған, тапқан ақшаң, малыңды жаңағыдай мақтан үшін, мақтан көрсететін дүниелерге жұмсама дейді. Жан қалауыңды, жаңағы өзіңді, жаныңды байыт деп тұр. Жаныңды байыт деп тұр. Сен жаңағыдай жаныңды байыт, жаныңды нұрландырсаң, сен күн сияқты нұрланасың, сені кім көрмейді деп тұр. Бәрі көріп тұр. Мақтан бәрі өзі келеді саған. Иә. Ал біз мақтанды өзіміз іздеп кетеміз ғой, бұл жерде жаңағы тапқан ақшамызды мақтан үшін жинап, өзімізді көрсетіп шашып. Иә. Сосын шәкәрімнің тағы бір сөзінде мақтанға салынба, мансаптың тағы үшін дейді. Иә. Мансап деген бұл жерде енді билік, былайша айтқанда. Енді билікке бізде қазақты көп құртатын менің ойымша осы, өйткені бір жерге бастық болдың сен мысалы үшін. Сен бастықсың, сенің қол астындағы адамдар сені мақтайды. Өтірік басшымды араластырып мақтайды сен. Сен мақтанға салынасың, ана мақтанға алданасың. Сен соңында ол мақтанның барлығын, өтірік мақтанды сен шын деп қабылдайсың. Сенің нәпсің ол мақтанды естімесе тұра алмайтын болады. Ақыл көзің байлан. Ақыл көзің байлан, сен тән көзімен ғана қарайсың барлығына. Сен мақтан сөз естімесең, сен ол мақтан сөзді іздейтін боласың. Сөйтіп сен өтірік мақтан, жалған мақтан шыққан жерде жасампаздылық шығады. Жағымпаздылық, оның барлығы адамды ең соңында ақ пен қараны айыра алмайтын жағдайға, деңгейге түсіреді. Сен өзің жасаған күнәңді де білмейсің. Барлығы мақтан қателіктерін де көре алмайсың, жақсылықта, жамандықты ажырата алмайсың. Сондай деңгейге түсіп кетесің. Ең соңында. Бұл енді қазір әлеуметтік желілерде өте көп байқалады жастар арасында. Барлығы емес, енді көпшілік солай. Мысалға мен өз басымда да ұшақпен ұшсам, жаңағы ұшақпен ұшқанымды интернетте, инстаграмда бір салмасам бір болмайтын сияқты. Жетіспей тұрған сияқты. Оның бәрі жаңа өзіме өзгешелік сыйлауды көрсету үшін. Оның түбі мақтан. Оның бәрі мақтаншақтықтан шығып жатыр, мысалы үшін менде. Жаңа бір қымбат тамақ, бір ең қымбат ресторанға кірсек те, немесе бір ең қымбат бір киім алсақ та, оны көрсетпей қалсаң, немесе соңғы үлгіде шыққан iPhone алсаң да, оны көрсетпей қалсаң, бірдеңке жетіспей тұрған сияқты болады. Ол енді мақтаншақтыққа салынған адамдар да болады ондай. Мысалы мен ол мақтаншақтыққа салындым мысалы. Ол содан шығып тұр жаңағының бәрі. Енді бұдан құтыларлық жол, мен өзімнің мысалға мақтаншақтыққа салынғанымды, өзімнің ауруымды білетін адам былайша айтқан кезде. Құтыларлық жол, менің ойымша, әрбір адам өзінің ауруын білген кезде ғана емделетін жол іздейді. Ал егер сен мақтаншақтыққа салынып жүргеніңді білмесең, онда сен ары қарай көзің байланып жүре береді жаңағыдай. Өзің ашылып жаңағы өзіңді ауруыңды біліп, ауруын жасырған өледі дейді. Сол сияқты. Сол сияқты мен мақтаншақпын, өзімнің мақтаншақ екенімді білем, бірақ күресу үстіндемін. Абайдың сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әурет еді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, қайратың мен ақылың екі жақтап деген сияқты әрбір жан өзінің қайраты мен ақылына сеніп, өз бойындағы мақтаншақтықпен күресу керек.